Адамды түсіну һәм түсінуге тырысу. Адамды түсіну, оның не сезгенін, не ойлағанын, неге ондай әрекетке барғанын білу. Адамды түсіне білу өзара тіл табысудың негізі. Адамды түсінуге тырысу, онымен араңызда жақындық орнауына септігін тигізеді. Адамдар арасындағы ұрыс-керістің, келіспеушіліктің басты себептерінің бірі бір мәселені әртүрлі түсінуінен. Әркім айналаға өз дүрбісімен қарайды. Адам көзқарасының түрлі екенін білу, оған түсіністікпен, кешіріммен қарай алуымызға көмектеседі. Түсініспеушілік дұрыс түсіне алмаудан барып туындайды. Сол себепті әуелі түсініп, одан кейін барып өзіңді түсіндіруге тырысу. Жүректен жүрекке жол ашады. Адамды түсіну бір бөлек, оған мүмкіндік беру бір басқа. Адамға мүмкіндік беру, оның қателік жасауына мүмкіндік беру. Яғни адам қателікке бой алдырғыш екенін ұмытпау. Осы мәселе ескерілетін болса, қателік жасаған адамға кешіріммен қарау жеңіл болады. Қателік жасаған адамды кінәламас бұрын, өзіңіздің де қателікке бой алдыратыныңызды еске салыңыз. Сіз қанша қателік жасасаңыз да, Алла тағаланың кешірімділігін ұмытпаңыз. Ендеше сіз де басқаның жіберген қателігін кешіруге тиістісіз. Өзіңді басқаның орнына қоя білу. Басқа біреуді түсіну үшін өзіңіздің орнына қоя біліңіз. Яғни сіз алдыңыздағы адамды түсіну үшін кез келген мәселеге оның көзімен қарауға тырысыңыз. Сол кезде мәселенің кейбір жабық тұстары сізге ашыла түседі. Алдыңыздағы адамның жағдайын, не үшін ондай қадамға барғанын аңғарып, оған түсіністікпен қарай алатын боласыз. Нәтижеде артық сөзден, артық іс-әрекеттен өзіңізді тыю арқылы проблеманың алдын аласыз. Орынсыз қызғанудан сақ болыңыз. Отбасылық өмірде, жалпы адам өмірінде болсын, шектен тыс қызғану үлкен рухани дерт болып саналады. Негізгі шектен шыққан қызғаныштың атқаратын функциясы адам мен адам арасындағы қарым-қатынасты бұзу. Қызғаныштың тағы бір атқаратын функциясы адам бойында басқа да жағымсыз мінеқұлықтың пайда болуына түрткі болады. Мысалы, қызғанушы адам көре алмайтын адаммен бірте-бірте жек көре бастайды. Яғни ол адамда қызғанумен қатар жек көрушілік пайда болады. Ақыр аяғы онымен бір дастарханда отыра алмайтын деңгейге жетеді. Енді біреулер көре алмау себепті қылмысқа да барып жатады. Отбасында ерлі-зайыпты адамдардың бір-бірін шамадан тыс қызғануы көптеген. Жанжал, ұрыс-керіс, өзара сенімсіздік, тағы да сол сияқты проблеманың туындауына себеп болады. Осыған абай болған жөн. Себебі жоғарыда айтқанымыздай қызғаныш өз шегіне шығатын болса, иесін де өзгені де іштей құртып бітеді. Мына мәселені де ескергеніміз жөн. Қызғаныш адам табиғатында бар мінез. Ол әйелде де, еркектерде бар. Қызғаныш өз орнымен болған жағдайда мақтауға лайықты. Тек шектен шығармай қадағалай білу керек. Психолог мамандардың айтуынша, отбасылық өмірде ер әйелмен қызғануы бірдей емес. Бірінші, әйелдің қызғануы. Әйел адамның күйеуінің қызғануы. Көбінесе өзіне бұрынғыдай көңіл бөлінбеген кезде, жылулық болмаған кезде басталады. Соның салдарынан әйел кісі әртүрлі жаман ойға беріліп, ақыр аяғы қызғанышқа барып ұрынады. Екінші, ер адамның қызғануы. Ер адамның қызғанышы қолынан ойыншығын тартып алған баланың қызғанышы секілді. Яғни ер адам тек қана менікі деген психология басым болады. Сол себепті әйелі рұқсатсыз үйден шығып кетсе, немесе бөтен еркекпен сөйлесіп тұрғаны көрсе, бірден қызғанышы оянады. Осыны ескере отырып, шариғатымыз отбасылық өмірде әйелдің басты міндеті ретінде еріне бағынуды бекіткен. Ерінің рұқсатынсыз үйінен шығуға, бөтен еркекпен сөйлесуге тыйым салған. Яғни шариғатымыз ер адамның тек қана менікі деген психологиясымен санасады. Пайғамбарымыз қызғанышты екі түрге бөліп көрсеткен. Аллаға ұнайтын қызғаныш түрі, яғни әйелі еріне теріс ой қалыптастыратын, күмән туғызатын әрекеттер жасаған жағдайда ерінің қызғануы ұнамды іс. Мысалы, әйелі бөтен еркекпен қалжыңдасып, күлісіп, тағы басқа қарым-қатынастағы арақашықтықты сақтап
сақтамай жатса, онда ері қызғаныш танытып, әлгіндей әрекеттің бұрыстығын ескертуі тиіс. Аллаға ұнамайтын қызғаныш түрі. Түймедейді түйедей көріп, еш себепсіз әйелінің не ерінің әрбір әрекетіне күмәнданып, қызғану құпталмайтын әрекет. Мұндай қызғаныштың пайда келтіргеннен гөрі зияны басым болып жатады. Жақындықтан гөрі алыстата түседі. Ендеше алдымен қызғанышты тудыратын факторларды анықтап алып, олардың бір сыпырасын жарыңызбен ақылдаса отырып жойып отырсаңыз, бойыңызда сенімділік пайда болады. Кеудеңізді шарпыған қызғаныш отында бірден тежейсіз. Абдулла ибн Жафар тұрмысқа шыққалы жатқан қызына орынсыз қызғаныстан сақтан. Себебі ол талаққа, яғни ажырасуға жол ашады. Күйеуінің кемшілігін бетіне басып кінәлама, жек көрінішті боласын деп өсиет айтқан. Мына екі нәрседен барынша сақ болыңыз. Бірінші, күйеуіңіздің алдына бөтен әйел жайында әңгіме қозғамаңыз. Себебі бұл нәрсе күйеуіңізді сол әйел жанындағы қиялға жетелеуі мүмкін. Нәтижеде таяқтың бір ұшы өзіңізге келіп тиеді. Екінші, күйеуіңізді еш уақытта басқа біреумен салыстыра көрмеңіз. Халыққа танымал адам болса да, оған деген таңдасыңызды күйеуіңіздің алдында білдірмеңіз. Әсіресе күйеуіңізге анау бәленшеге ұқсауға тырыспайсың ба деп айтудан қашыңыз. Әйел адам егер қызғанышы жаман ойларға итермелеп жүрсе, сол жаман ойға беріліп, өзін іштей кеміре бермей, байыппен осы мәселені күйеуімен ашық сөйлесіп алғаны дұрыс. Сөйлесу барысында дауыс көтеру, ұрыс-керіс атымен болмауы тиіс. Әйел кісі күйеуінің қызғанышын оятатын себептерге барынша жол бермеуге тырысуы керек. Бірде мынандай бір оқиғаға тап болдым. Әйел кісі ерінің қызғана беретінін айтты. Ал күйеуі болса, әйелім менің рұқсатымсыз бастығы ер адам, қарызға ақша алыпты деп ренжіп отыр. Сіз не дер едіңіз? Менің ойымша ақша әйел кісіге қажет болғаны рас шығар. Бірақ бір-біріне деген сенімге селкеу түсірмей, отбасы тыныштығын сақтап қалу әлдеқайда маңыздырақ. Мұндай жағдайда әйел кісіге күйеуімен алдын ала ақылдасып, рұқсатын алғаны жөн. Күйеуіңіздің алдына бөтен әйелдер жайында әңгіме қозғамаңыз. Күйеуіңізді еш уақытта ешкіммен салыстыра көрмеңіз. Күйеуіңізді екі ортада қалдырмаңыз. Қоғамда келіннің ата-енесімен сыйласа алмауы жиі орын алатын мәселе. Келіндердің көбі ата-енесімен тұрғысы келмейді, немесе ата-енесінің мінезіне сабыр ете алмайды. Кейбір келіндер барған жеріне тастай батып, судай сінемін, ата-енеме өз қызындай боламын деп емес, сол әулеттің бар билігін қолыма аламын деп түсінікпен барады. Мұндай келіндердің мақсаты күйеуі мен енесін өзіне бағындыру. Дегеніне көнбесе, не мен не анан деумен күйеуін екі ортада қалдырады. Бұл үлкен қателік. Бұл ажырасудың басы. Мұндай келіндер мынаны білгені жөн. Есі дұрыс еркек ешқашан әйелінің анасынан артық қоймайды. Сол себепті еш уақытта күйеуіңізді екі ортада қалдырмаңыз. Анасы күйеуіңіздің жәннаты екені, ал сіздің жәннатыңыз күйеуіңіз екенін ұмытпаңыз. Мына сөздерді айтқан әйелді Алла мейіріміне бөлесін. Отағасы, сізден ризық несібемізді тек адалынан табуыңызды сұраймын. Ата-анаңызға жақсылық жасап, Алла разылығы үшін оларға қызмет көрсетіңіз. Мен де жәрдемші болайын. Себебі олар сіздің жәннатыңыз. Сіздің мен үшін жәннаттан құр қалғаныңызды қаламаймын. Ендеше сіз де күйеуіңізге анасының разылығын табуына көмектессеңіз, сонда күйеуіңіз бен енеңіздің де көңілінен шығасыз. Бір әулетке келін болып барған әйел ең бастысы ері мен енесінің көңілін таба білсе, күйеуі мен енесі өздері-ақ басқа ағайын туыс алдында келініне шаң жұқтырмай үнемі қорғаштап отырады. Келіннің ата-енесімен сыйыса алмауы ажырасуға алып баратын себептің бірі. Сіз бұған жол бермеңіз. Отбасыңыздың бақыты сіз үшін бәріне жоғары болуы тиіс. Басқа үйдің босағасын аттамай тұрып, бөтен үйдің қызы болуға қандай қиындық болса да сабыр етіп, сол әулетке сіңісіп кетуге өзіңізді іштей дайындаңыз. Күйеуіңіз жәннатыңыз екенін естен шығармағаныңыз жөн.
күйеуіңіздің анасын, яғни өзіңіздің енеңізді ренжіту арқылы күйеуіңізді ренжітіп алуыңыз мүмкін. Ал сіз үшін бұл жағдай сенім тұрғысынан алғанда тиімсіз. Себебі Алла елшісі бір хадисінде күйеуі өзінен разы болған күйде қайтыс болған әйел жәннатқа кіреді деген. Жәннат иелерінен болғыңыз келсе, күйеуіңіздің разылығын алуға талпыныңыз. Күйеуіңізге жаныңыз аши ма? Күйеуіңізге шынымен де жаныңыз ашыса, әрі өзіңіз де күйеуіңіздің де жәннаттың құр қалмауын қаласаңыз, төмендегі насихаттарға көңіл бөліңіз және өмірде жүзеге асыруға тырысыңыз. Күйеуіңіз бен әулеті алдындағы міндетіңізді ұмытпаңыз. Сіздің күйеуіңіздің әулеті алдындағы міндетіңіз оларға құрмет көрсету. Әсіресе ата-анасына, туған бауырларына ерекше құрметте болыңыз. Осы нәрсе күйеуіңіз бен араңызда жақындата түседі. Ешқашан олар жайында жаман сөз айтпаңыз. Керісінше жақсы жақтарын еске алып, күйеуіңіздің көзінше оларға Алладан дұға тілеңіз. Жақындарымен танысқаныңызға қуанышты екеніңізді күйеуіңізге айтып, сездіре отырыңыз. Сонда күйеуіңіз де қуанып қалады. Өйткені күйеуіңізді тәрбиелеп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген солар. Күйеуіңіздің балалық шағын олармен бірге өтті. Сол себепті олар оған әрқашанда ыстық. Есіңізде болсын, күйеуіңіз кейде өз туғандарына ренжіп, олар жайында ауыр сөздер айтуы мүмкін. Алайда дәл осы кезде сіз де бірге қосылып кетуден сақтаныңыз. Себебі ол өз туғандар жайында қанша ауыр сөз айтқанымен жүрегінің түбінде бәрібір де жақсы көріп тұрады. Ұмытпаңыз, күйеуіңіздің әулетін жақтырмайтыныңызды білдіру, әсіресе ата-анасы жайында жаман сөздер айту сізге пайда бермейді. Керісінше араңызды бірте-бірте суына әкеп соғады. Сол әулеттің үлкенін де, кішісін де барынша құрметтеуге тырысыңыз. Жақындарының кемшілігін қазбалауға тырыспаңыз. Себебі қателіксіз адам жоқ. Бәрі қателеседі. Кешірімді болыңыз. Негізі басқаның емес, өз кемшілігіңіз сізге өмір бойы шұғылдануға жеткілікті. Жақындардың жайдары көңілмен қарсы алыңыз. Себебі үйге келген адам ең әуелі келіннің қабағына қарайды. Шамаңыз келсе сыйлық беру арқылы жүректерін жібітуді көздеңіз. Күйеуіңіз жақындарына бармай жүрсе, барып тұруға ынталандырыңыз. Енеңізге өз қызындай болуға тырысыңыз. Бұл кісі тарапынан бір қателік кетсе, анаңыз егер сол қажетті жіберсе, не істер едіңіз? Әрине, байқамағасынай танытып кешірер едіңіз ғой. Дәл солай енеңізді кешіре біліңіз. Себебі ол сіздің екінші анаңыз, өмірлік серігіңіз болған жарыңыздың анасы. Енеңізбен арада болған жайттың бәрінен күйеуіңізді хабардар етпеңіз. Және кейбір келіндер секілді болмашы нәрсеге бола долданып, жылау арқылы баласын анасына қарсы қоймаңыз. Күйеуіңіз анасына жақсылық жасауда, сөзін тыңдауда сарандық танытып жатса, бұдан тыйылуына апаратын жолдарды қарастырыңыз. Күйеуіңіз анасына сыйлық аламын десе, қарсы келмеңіз. Керісінше сыйлықтың жақсысын таңдауға көмектесіңіз. Ақылды әйел әрдайым көркем мінезімен, ибалығымен енесінің көңілін таба біледі. Балаларыңыздың жүрегіне, ата-әжесіне деген махаббат дәнін де еге біліңіз. Жастайынан ата-әжесін құрметтеуге баулыңыз. Сіздің өтініш пен енеңіздің өтініші бір уақытта сәйкес келген жағдайда, күйеуіңізге анасының өтінішін бірінші орындауға мүмкіндік беріңіз. Бірінші болып мен сұрадым, немесе неге бірінші менің өтінішімді орындамадың деп айғайға басудан аулақ болыңыз. Біліңіз, бұл жерде өтініштің орындалғаны емес, отбасы тыныштығының сақталғаны маңызды емес пе? Маменький сыночек. Болашақ ерлі-зайыпты адамдар екі бөлек үйде тәрбие көргендіктен кейбір мәселені сол тәрбие аясында қарастырады. Мысалы, үй тазалығына немқұрайлы қарайтын әйелге күйеуі: бала кезімізде үйді қанша шашсақ та анам тап-тұйнақтай қылып жинап қоятын. Немесе әйелі: дәмді тағам жасағанның өзінде тамағың өте дәмді, бірақ анамның жасаған тамағындай болмайды деуі мүмкін. Қарап отырсаңыз, әйелі өз анасынан үйренгендей тамақ жасаса, күйеуі де анасының аялы алақанымен ұсынған күлше нанның дәмін ұмытар емес. Бұл табиғи нәрсе.
ана шіркін, балапанымның табанына кірген шөгір менің маңдайыма қадалсын, жеткіншегімнің білегіне қадалған шөгір менің жүрегіме қадалсын дейтін жұрт емес пе? Осы жерде әйел адам екі топқа бөлінеді. Ақылсыз әйел күйеуін маменьки сыночек деп келемеждейді. Ақылсыз атануының себебі айтылып отырған адам оның анасы екенін ескермеуі. Анасы үнемі оның жүрегінен ойып тұрып орын алады. Әйел адам ешқашан күйеуінің мұндай сөзіне ренжімеуі тиіс. Өйткені ол оның анасы. Ақылды, көргенді әйел күйеуінің анасына барып, болған жайды қалжыңмен жеткізіп, бір күлісіп алады да, бұл мәселеде енесінен сабақ алып, үйренетін нәрсені үйреніп, күйеуін разы қылуға тырысады. Сіз де сондай әйелдердің қатарынан табылыңыз. Күйеуіңізге Алланың бұйрықтарын орындауға көмектесіңіз. Ақылды әйел күйеуін патшадай құрметпен, өзі де патшаның әйелінде ғұмыр кешеді. Ақмақ әйел күйеуін құл қылады, өзі де құлдың әйелінде өмір сүреді. Сіз де күйеуіңізді патшадай құрметтеңіз, өзіңізбен дүниенің құлы етпеңіз. Алланың құлы болуына жәрдем беріңіз. Мына нәрсені естен шығармаңыз. Күйеуіңіздің Алла тағаламен байланысы күшейген сайын, яғни тақуалығы артқан сайын, өмірі де, адамдармен қарым-қатынасы да жақсара түседі. Оның ішінде сіз де барсыз. Аллаға деген иман күшті болса, күйеуіңіздің көзін харамнан тыяды. Ішіп жүрген арағы мен шегіп жүрген темекісін тастатады. Отбасы алдындағы жауапкершілігін оятып, сізге деген құрметін арттырады. Себебі мына хадистерді оқып түсіне білген иманды азамат пен азаматша үшін жақсылыққа қарай өзгеруден басқа жол жоқ. Күйеуіңізге Аллаға жақын құл болуға, пайғамбарымызға лайықты үммет болуға көмектесіңіз. Күйеуіңіз мінезі нашар адам болса да, еңсеңіз түспесін, оған Раббысын тануға көмектесіңіз. Сол кезде сіз көз алдыңызда болып жатқан ғажайып құбылыстардың куәсі боласыз. Күйеуіңіздің жақсы жаққа қарай қалай өзгергенін көресіз. Себебі Раббысын таныған адамның жақсы жаққа қарай өзгеруі мүмкін емес. Осы жолда ең бастысы өзіңіз мықты болыңыз. Аулыңыздан Алланы тастамаңыз. Біреуге бір нәрсе берсеңіз, Алла атымен беріп, алғанда Алла атымен алыңыз. Бисмилля деп іс қылып, әлхамдулиллах деп осы ісіңізді аяқтайтын салиқалы әйелдер қатарынан болуға ұмтылыңыз. Аллаға жалбарынып тілейтін дұғаңыз көп болсын. Мына ғибратты оқиғаға назар аударыңыз. Мұсылманшылық берік ұстанған иман жүзді әйелдің діннен мүлдем хабарсыз, әрі екі жүзді пасық күйеуі бар еді. Әлгі діндар әйел қай істі бастаса да бисмилля деп барып қана бастайтын, ал күйеуі оның бұнысына қатты ашуланатын. Сол үшін де әйеліне көрсетпеген қорлығы жоқ еді. Әйелі байғұс күйеуінен көрген құқайларға барынша сабыр ететін де, тек қана Аллаға күндіз-түні дұға етіп, күйеуін тура жолға түсіруді тілейтін. Қабағынан қар жауған күйеуі бір күні тағы да қатты ашуланады. Әйелін осы жолы да ебін тауып шықпыртып алмақ болғандықтан өзінше оған себеп іздей бастады. Іштей, бұны жақсылап тұрып қатырайын қайтер екен, содан соң көрсетейін көресіні деп күбірлеген күйі әйеліне жала жауып жазғырудың жолын қарастыра бастады. Құдай алдында бас иіп иманға келмегендіктен оның жүрегін әлдеқашан осындай бықсыған арамдық жайлап алғанды. Әйелін шақырып, оған бір әмиян алтын береді де, мынаны бір жерге тығып қой деді. Әйелі күйеуінің айтқан екі етпеген бисмилля деген күйі алтын толы әмиянды үйдің бір жеріне тығып қойды. Ал күйеуі оны сырттай аңдып тұрып, алтынды әйелінің қайда жасырғандығын біліп алды. Артынша әйелінің көзін ала беріп, жасырған жерден алтын алады да әмиянды құдыққа тастай салады. Арада көп өтпей жатып, әйелін қайта шақырады да, әнеу күнгі саған берген алтынды қайтып әкел, деді. Әйелі жүгіріп барған күйі өзі жасырған жерге бисмилля деп қолын сұқты. Әйелдің шын ықылас пейіліне Алла тағала разы болғандықтан бар алтын мұрты бұзылмаған күйі әмияның бірге сол орында тұр еді. Бірақ әмияннан су тамшылап тұрды. Әйел әмиян ертең су болғанын түсінбестен
алтынды алған күйі күйеуіне әкеліп берді. Алтын толы әмиянды бәз баяғы қалпында көргенде күйеуі есі шыға таң қалды. Сөйтті де әйелін істеп жүрген тірліктен қаншалықты шындық екеніне осы жолы анық көз жеткізді. Қипақтап әйеліне қараған күйі: саған осы уақытқа дейін қаншама қиянат жасадым. Менің барлық пендешіліктерімді кешірші. Шын тәубе етіп, Алладан кешірім сұраймын. Осыдан бастап құлдық құрып, құлшылығымды жасайтын боламын, деп уәде берді. Сол күннен бастап, я Алла, маған о дүние мен бұ дүниемді бақытты ететін діндар әйел нәсіп еткеніне шүкіршілік айтамын. Мені кешіре көр деп дұға ететін болды. Ал оның иманды әйелі болса: о жаратқан, ертелі-кеш аузынан тастамайтын дұғамды қабыл алып, күйеуімді тура жолға түсіргеніне мыңда бір шүкір деп дұға етті. Күйеуіңізді Алланың бұйрықтарын орындауға құлшындырудың кейбір жолдары: ол үшін ел әуелі өзіңіз де құлшылыққа ықтияттылық танытыңыз. Намаз, ораза, Құран оқу, тағы басқа ғибадаттар толық болу керек. Алла разылығы үшін еріңізге бойсұныңыз. Күйеуіңізге лайықты түрде бойсұна білу үшін Алланың разылығы күйеуіңізді разы қылуда екенін ұмытпаңыз. Ғибадат, құлшылық арқылы сіздің жақсы жаққа қарай өзгергеніңіз байқалсын. Алладан үнемі дұға тілеңіз. Құран аяттары мен басқа да кітаптарды бірге отырып оқуды әдетке айналдырыңыз. Күйеуіңіздің ілім үйренетін сабақтар мен мешіттегі уағыздарға қатысуына себепші болыңыз. Демалыс күндері тыныш бір саябақта қыдыру барысында бір-біріңізбен оқыған кітаптарды бөлісе отырыңыз. Егер ондай әдет жоқ болса, бір мәрте қолға алып көріңіз. Қандай керемет нәтиже шығатынын көресіз. Күйеуіңіздің ашық-шашық әйелдер жүретін жерден алыс ұстауға барынша күш салыңыз. Ұстаздан шәкірт тәлім алғаны секілді, сіз де күйеуіңізден үйреніп жүргеніңізді оған сездіріңіз. Діни немесе басқа да мәселелерді ұстаздан шәкіртті сұраған секілді сіз де күйеуіңізден сұраңыз. Осы нәрсе күйеуіңізді ізденіске ынталандыратынына күмәніңіз қалмасын. Мысалы, отағасы жаннаттық әйелдердің ерекшеліктері жайында пайғамбарымыздың қандай хадисі бар екен деп сұраңыз. Егер білмейтін болса, біліп бересіз бе ондай ерекшеліктерін? Менің бойымда да болғанын қалаймын деңіз. Күйеуіңіз ізденеді, сұрастырады. Іздену барысында жәннаттық әйелдердің сипатын, әйелдің күйеуі алдындағы міндетін, сонымен қатар өзінің де әйелі алдындағы міндеттерін үйренеді. Себебі шариғатта көбіне ер мен әйелдің міндеттері қатар айтылып, қатар жазылады. Сіз бір оқпен екі қоян тартқан боласыз. Оған қоса сұрағыңызға жауап алу барысында араңызда рухани байланыс орнайды. Әрі сізге жауап беру арқылы күйеуіңіз де отбасындағы өзінің маңыздылығын сезініп, бір марқайып қалады. Күйеуіңіздің Құран немесе намаз оқуы сізді қатты сүйсіндіретінін сездіріңіз. Жәннат, ондағы нығметтер жайында ерлі-зайыптылардың ол жерде бақытты ғұмыр кешетінін әңгіме қылуды әдетке айналдырыңыз. Көрген-білген ғибратты оқиғалар мен кітап оқудан алған әсермен өзара бөлісіп отырған жөн. Рас, көп жағдайда отбасылық өмірде ерлі-зайыптылар материалдық мәселеде өзара ақылдасып, бір-біріне жәрдемші болып жатады. Мысалы, ақшаны қалай үнемдейміз, не сатып аламыз, тағы басқа. Бұл әрине өте дұрыс. Рухани мәселеде де дәл осылай бірігіп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Ер мен әйелдің әсіресе құлшылық мәселесіне бір-біріне демеу беруі көптеген проблеманың алдын алады. Себебі құлшылықтағы рухани күш адамға өмір қиындығынан сүрінбей өтуге жағдай жасайды. Ерлі-зайыпты жандар арасындағы рухани байланыс қаншалықты мықты болса, шаңырақтың босағасы соншалықты берік болар еді. Өзіңізге көңіл бөлуді ұмытып кетпеңіз. Өкінішке қарай кейбір әйелдер тұрмыс құрып, балалы болған соң өздеріне көңіл бөлуді азайта бастайды. Қазір өзімізге қарайтын мұрша жоқ. Мына балалардың тәрбиесі бар, сабағы бар, үй шаруасы бар, жұмыс бар деген сылтау айтады. Әрине, бұл аталмыш істер өте маңызды. Оған ешкімнің де таласы жоқ. Бірақ әйел кісі өзінің әйелі екенін, әрі ерінің өзін үнемі сұлу қалпында көргісі келетінін ұмытпауы тиіс.
балаңыз немесе үй шаруасы болсын, сізді күйеуіңізге көңіл бөлуден тоспасын. Күйеуіңіз үйге оралғанда ас үйде үстіне сарымсақ сасып, алқам-салқам болып жүрмеңіз. Отағасы үйге ораларда айнаға қарап, шашыңызды тарап, өзіңізді қалыпқа келтіруді ұмытпағайсыз. Күйеуіңіздің іштей кешегі әдемілік пен жұпар иіс, жылы сөз бен сыңғырлаған күлкі қайда кетті деуіне мұрсат бермеңіз. Ұмытпаңыз, салиқалы әйел күйеуінің назарын басқаға аударуына мүмкіндік бермейді. Әйелге тән қылығымен, жайдары күлкісімен, жұпары аңқыған иісімен, жібектей мінезімен, назды үнімен, бойсұнғыш ибалығымен үнемі күйеуіне өзін ғана қалатады. Салиқалы әйел отбасылық өмірді айтып тауысу мүмкін емес, махаббат дастанына айналдырады. Сәт сайын күйеуін өзіне баурай біледі. Үйдегі мәселеге орынсыз басқаны араластырмаңыз. Ақылды әйел ешқашан үйдегі сырды басқаға ашпайды. Отбасындағы кішігірім проблеманың бәрін өзі шешуге тырысады. Мәселе ушығып, ырыққа көнбей жатса, әрине анасының, туған-туыстың, тағы басқа жанашыр адамдардың ақыл-кеңесі мен көмегіне жүгінуіне болады. Ендеше сіз де отбасылық өміріңізге егер қажеттілік туындамаса, үшінші бір адамды араластырмауға тырысыңыз. Үшінші бір адамның бәлкім ниеті жақсы шығар, бірақ ол адам күйеуіңізді сізден жақсы танымайды ғой. Осман ибн Ата мынандай бір оқиғаны жеткізеді. Әбу Мүслим әл-Хаулани үйіне кіргенде сәлем беріп кіретін. Әйелі де сәлеміне жауап беріп, алдына адал ас ұсынатын. Бір күні әдеттегінде үйіне сәлем беріп кіреді, бірақ сәлеміне ешкім жауап қайтармайды. Қараса, әйелі қолында таяғы бар, едені шұқып отыр екен. Бір нәрсе мазалап ойланып отырғаны белгілі. Әбу Мүслим әл-Хаулани: тыныштық па, не болды деп сұрайды. Әйелі: бізден басқа адамның бәрінің жағдайы жақсы, ал сен Әбу Мүслим әл-Хауланисің, яғни тақыр кедейсің. Барып Мағауиядан ақшалай көмек және қызметші сұрасаң қалай болады, дейді. Күйеуінің кедейлігін ашық түрде бетіне басыспауы әйелінің әдептілігін көрсетеді. Үйіне біреу келіп, әйелінің осы сөзді айтуға үгіттеп кеткенін аңғарған Әбу Мүслим: алла тағалам, отбасымда бүлік тудырған адамның жанарын ал деп дұға етеді. Расында бір әйел кісі келіп, Әбу Мүслим әл-Хауланидің әйелін: сен Әбу Мүслим әл-Хауланидің әйелісің, сөйте тұра тұрмыс жағдайларын мәз емес, күйеуіне Мағауиядан ақшалай әрі үй шаруасына жәрдемдесетін қызметші сұрауын айтса нетті деп үгіттеген еді. Көп ұзамай әлгі әйелдің көзі көрмей қалады. Оның аянышты жағдайын көрген Әбу Мүслим әл-Хаулани Аллаға ұзақ жалбарынып, әлгі әйелдің жанарын қайтаруын сұрайды. Алла тағала тілегін қабыл алып, әйелінің жанын қайтарады. Есте сақтаңыз, үйдегі сырды ешкімге аша бермеңіз. Әсіресе төсек қатынасын сөз етуден сақтаңыз. Бұған шариғатымызда тыйым салады. Үйдегі ұсақ-түйек мәселені өзіңіз шешуге тырысыңыз. Мына мәселені де қатты ескеріңіз. Күйеуіңіздің бойында артықшылығын, өзіңізге жасаған сыйлығы мен айтқан әдемі жылы сөздерін, қайда барғаныңызды, демалысты қайда өткізгендеріңізді басқаларға көп айта бермеңіз. Себебі бұл нәрсе басқаның сізге деген қызғанышын оятуы мүмкін. Орынсыз сынға ұшырап, артыңыздан сөз еруі де ғажап емес. Ал біреуге ғибрат болсын деген мақсатта айтсаңыз болады. Бір шоқ гүл. Сіз тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуіңізге арнап хат жазып көрдіңіз бе? Хатқа түсіру арқылы оған деген ішкі сезіміңізді, махаббатыңызды айта алдыңыз ба? Бәлкім жазғанда боларсыз. Ал егер жазбаған болсаңыз, отбасының бақыты үшін осындай қадамға барған қарындасымыздың хатын сізге бір шоқ гүл ұсынамын. Сүйіктім, екеуміздің отау құрғанымызға да міне бірнеше жылдың жүзі болды. Алғашына өзіне бұл хатты жазуға батылым бармаса да, ақыры жазуға бел будым. Екеуміз бір шаңырақтың астында өмір сүргендіктен бір дене іспеттіміз ғой. Мен сенмін, ал сен болсаң менсің. Сүйенішім, өзіңді қалай жақсы көретінімді білесің. Өзінен сәл жырақ қалсам сағынамын. Сенің бейнең, әдемі күлкің үнемі көз алдымда.
Дауысыңды естісем болды, бақыттан басым айналып, бар дүниені ұмыт қалдырамын. Екеумізді бір шаңырақтың астында тоғыстырған алла тағалама сансыз шүкіршілік етемін. Сен менің жәннатымсың. Саған деген махаббатым арқылы жаратушы Раббымның махаббатына жақындай түсемін. Сүйіктім менің, бойымда көп деген кемшіліктер бар. Сол үшін де кейде өзімді байқамай ренжітіп аламын. Мұны мойындаймын. Бірақ мен бойымдағы кемшіліктерден арылуға барынша тырысып жүрмін. Саған да Алла разы болсын. Менің қаншама жағымсыз қылықтарым елемей, кешіріммен қарап, дұрыстауыма мүмкіндік берудесің. Сенің менен разы болғаныңды барлық нәрседен жоғары қоямын. Өйткені сенің разылығыңды табумен жасаған иемнің разылығына жетуге мүмкіндік аламын. Қорғаным, мен 5 уақыт намазымда жаратқаннан нығметке толы жаннатта да екеумізді бірге қыла көр деп тілеймін. Күнім, сенің бір ғана жымиғаның мен үшін бүкіл дүниеден артық. Өзінен сүйемін деген сөзді естігенімде қанатты құсқа айналып, көкте самғап жүргенде күй кешемін. Асыл азаматым, көліне қаяу түссе де төсегімде дөңбекшіп түні бойы көз ілмей шығамын. Сенің сәл болса да қиналғаның маған ауыр тиеді. Біреу жүрегіме қанжар сұғып алғандай күйде боламын. Жұмыстан қайтып келе жатқаныңды естігенде үй ішімізбен қалай қуанатынымызды білсең ғой. Бейне бір үйдегі әрбір затқа жан біткендей мәре-сәре күй кешеміз. Сүйіктім, кейде арамызда келіспеушілік туындап, бір-бірімізді ренжітіп алған күндері үшін мына жарық та кең дүние тар әрі қараңғы зынданға айналып кеткендей болады. Сондай түндері ішкі жан дүниемнің астан-кестені шығып, бір сәтке де көз ілмей таң арттырамын. Асылым, сен мен үшін дүниедегі барлық нәрседен қымбатсың. Сенің қасында болу мен үшін үлкен бақыт. Сен мендегі алапат сезімді білесің ғой. Саған деген махаббатымды айтып жеткізу мүмкін емес. Мен тек бар болғаны сезімнің бір ғана тамшысын қағаз бетіне түсіре алдым. Алла тағала екеуміздің қол ұстасып, жәннат төрінен орын алуымызды нәсіп етсін деген ізгі тілекпен, аяулы жарын. Қырсықтықтан сақтаныңыз. Қырсықтық отбасылы өмірде әйел мен ер арасында проблеманың туындауына жиі себеп болатын мінез. Қырсық адамның негізгі проблемасы мына екі нәрсе. Біріншісі, өзінікін дұрыс санайды және соны көрсеткісі келеді. Себебі үнемі өзінікін дұрыс деп ойлайды. Екіншісі, тізгін өз қолында екенін сезінгісі келеді. Мұндай адамдар үнемі өзінікі дұрыс деп білгендіктен өздеріне қарсы келген ойдың әрбір жау санайды. Қырсық адамның қырсық мінезінің жауабы сонау бала кезінде жатыр. Бала кезде өз тарапына сыни көз қарастар көбірек айтылғаны себепті белгілі бір комплекске кіріп алған. Басқадан төменсің, кемшілігің көп, сынды ойлар ми санада сайрап жатады. Нәтижеде үнемі көпшіліктің назарында жүргенде өзінікінің дұрыстығын көрсетуге тырысады. Ал өмірде бәрі өз ойлағандай бола бермейді. Сол себепті қырсықтыққа салынады. Егер мұндай адам өзін танып, кемшілігін көре білмесе, басқаның алдында тәкаппар, әдепсіз болып танылады. Есте сақтаңыз, біліңіз, өмірде барлығы біз ойлағандай бола бермейді. Адамның қателікке бой алдырмауы мүмкін емес. Адамның білімі барлық нәрсені қамти алмайды. Мен бәрін білем деген адам дамудан қалады. Қателігін мойындау адамның қадір-қасиетін арттырмаса түсірмейді. Қасыңыздағы адамның ой-пікірін, сөйлеген сөзін, жасаған амалын үнемі теріске шығара беру ол адамды сізден алыстатып жібереді. Қырсық адамның қырсықтығы себепті жолығатын проблемасы айналасындағы адамдарды қашырып жалғыз қалуы. Мойындамаушылықтан қашыңыз. Кейде отбасылық өмірде сәтсіздіктер әйелдің өз күйеуіне ерге тән құқықты бергісі келмеуден туындап жатады. Яғни әйел кісі өзінің әйелге тән табиғатын ескерусіз қалдырумен қатар еріне тән құқықтарға араласады. Мысалы, үйдегі бар билікті қолға алуды көздеу. Сөйтеді де күйеуіне айтқанын орындатқысы келеді. Күйеуі әйелінің айтқанын орындамаған күні үйде ұрыс-керіс басталады.
Әйелдегі бұндай психология күйеуінің кейбір кемшілігін қабылдай алмаудан туындайды. Нәтижеде күйеуін кейбір іске лайық көрмейді. Бәрін өз қолыма алмасам болмайды деген ой келеді. Негізінде әйел адамның бәрін өз қолына алғаны құптарлық іс, бірақ өз табиғатынан тән істерді. Мысалы, бала тәрбиесі, үй шаруасы, бір мекемеде жұмыс жасайтын болса, жұмысына деген ұқыптылықты, тағы басқа. Отағасының отағалық құқығына, үйдегі басшылық мәселесіне таласпағаны абзал. Күйеуінің кейбір іске икеме келмеуі мүмкін, бірақ бұл жағдай отағасын отағалық құқығынан айырмайды. Әйел кісі осындай кезде күйеуіне демеу көрсету арқылы абыройға ие болады. Кейбір отбасында табыстың көбін әйел адам табатын болғаны себепті үйдегі басшылық та әйелге көшетін сияқты. Жоқ, олай емес. Қанша жерден табысы аз болса да, үйдегі тізгін ер адамның қолында болуы тиіс. Шариғатымызда әйел адамға тапқан табысын ерлі-зайыптың алдында міне түсінуге рұқсат етпейді. Ер адам да өз ісіне жауаптылықпен қарап, жігітке тән мінез танытып, өзіне тиесілі құқықтарды ұқыпты орындағаны жөн. Есте сақтаңыз, ер мен әйел бір-бірін толықтыратын жаратылыс. Сол себепті отбасылық өмірде әркім өзіне тән міндетін мүлтіксіз атқаратын болса, өмір мұхитындағы отбасылық кеме бақыттың желі ескен жағалауға қарай бет түзейді. Мен де кінәлімін деп айтуды үйреніңіз. Алдындағы адамның қателігі себепті көңілі қалған адам сен деп емес, мен деп айтуды да үйренуі қажет. Басқаны кінәлай салу оңай, бірақ адам өзін де кінәлай алуды білгені жөн. Өзін кінәлай білген адам кемелділікке қарай қадам басты деген сөз. Отбасылық өмірде қандай да бір проблема орын алғанда, кінәлі бір адамға артпай, екі жақ та қателігін мойындап, менің де кінәм бар дейтін болса, оп-оңай ымыраға келеді, әр қауіптің алдын алады. Екінші бір мәселе, қарым-қатынаста адамның өзі емес, қателігі сыналуы қажет. Себебі адам өзі сыналған уақытта қорланғаны себепті қорғанысқа көшіп, тіпті өзін сынаған адаммен байланысын үзуі де мүмкін. Ерлі-зайыптылар осы мәселені ескергені жөн. Мысалы, әйелі тазалыққа аса көңіл бөлетін ер адам әйеліне сен мұншалықты салақ болар ма едің? Тазалыққа біраз көңіл бөлмейсің бе? Әбден шаршадым. Үйге қонақ келсе не дейді? Ертең дәл осылай шашылып жататын ойлағанымда үйге оралғым да келмейді дейтін болса, әйел тарапынан үлкен соққы боп тиеді. Бір мәселені бұлай сөз ету адамды қорлау болып саналады. Қорланғанын сезінген әйел қорғанысқа көшіп, тіпті қарсы реакция көрсетуде мүмкін. Әйел кісі бәлкім ерінен қорыққаннан себепті немесе отбасы тыныштығын сақтау үшін тазалыққа көңіл бөлуі мүмкін. Бірақ жүрекке түскен жара араға салқындық түсіреді емес пе? Дәл осы жағдайда ер адам әйеліне үй шашылып жатқан кезде өзімді біртүрлі жаман сезінемін деп мен сөзін қолдануы арқылы жұмсақ қана қайрататын болса, жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Әйелін де көңіліне қаяу түсірмейді. Керісінше әйелін үйдің шашылып жатқаны күйеуіне ұнамайды. Үйді таза ұстайын деген жауапкершілік сезімін оятады. Сынау немесе мін тағу осы кейіпте қолданылса, ешкімнің де көңілі қалмай ақ кемшіліктің түзелуіне мүмкіндік туады. Дәл осы мәселе әйел кісіге де қатысты. Күйеуіңізге өтірік айтпаңыз. Өтірік айту адамдардың бір-біріне деген сенімсіздігін тудырады. Сенімсіздік адамның ішкі жан дүниесін жегідей жеп, арадағы қарым-қатынасқа селкеу түсіретін дерт. Сол себепті күйеуіңізді алдамауға барынша тырысыңыз. Өтірік айтудан өзіңізден барынша тыйғызғаныңыз дұрыс. Себебі өтіріктің түбі бір-ақ тұтам. Ерте ме кеш пе әшкере болар сөзсіз. Өтірігі әшкереленген адам сенімнен де шығатыны белгілі. Алла елшісі бір хадисінде былай дейді: суайттық азғындыққа, ал азғындық тозаққа жетелейді. Кісі үнемі жалған сөйлеп, өтірік айтуға әуестенсе, ақырында Алланың құзырында өтірікші, кәззап деп танылады. Бойыңыздан шынайылық пен адалдық иісі аңқып тұрсын. Өйткені шынайылық пен адалдық
ерлі-зайыптылар арасында сенім қалыптастыратын маңызды фактордың бірі. Күйеуіңіздің көзіне шөп сала көрмеңіз. Бұл жағдай орын алатын болса, екінші жаққа ауыр соққы болады, әрі жасаған адамға үлкен күнә. Шаңырақ көтерген әрбір адам жарының көзіне шөп салумен өзін тозаққа итермелеп жатқанын білгені жөн. Мұсылмандық түсінікте отбасы қасиетті ұғым болып саналады. Сол себепті оған қиянат жасау үлкен күнә. Осыны ескерген шариғатымыз мұндай күнәға қатаң жаза бекіткен. Мұның ең негізгі емі Алладан қорқу. Ашу дұспан, ақыл дос. Егер күйеуім жұмыстан шаршап келген болса, мен де жұмыстан немесе үй шаруасынан шаршаймын. Неменеге ашуланады? Осыдан барып отбасында ұрыс-керіс, айғай-шу басталады. Ері де ашулы, әйелі де ашулы. Негізінде мұндай проблема көптеген отбасыда бар. Бұл жағдай кез келген отбасыда кездеседі. Сондай-ақ ашуға ерік бермейтін ер де әйел де жоқ. Алайда ақылды әйел күйеуінің ашуын басып, бұл жағдайдан қалай оп-оңай шығып кетудің жолын жақсы біледі. Ақылды әйел күйеуі ашулы кезде үнсіз қалудан таңдайтын әйел. Егер әйел де күйеуімен бірге ашуға салынып болса, отқа май құйғанмен тең. Отқа май құю оттың одан сайын лапылдап жануына түрткі болады. Ақылды әйел күйеуі ашуланған кезде күйеуім мені жақсы көрмейді, маған деген махаббаты азайып бара жатқандай деген сынды жаман ойға берілмейтін әйел. Есіңізде болсын, ашуға берілу арадағы махаббаттың азайғанын білдірмейді. Ал махаббатты одан әрі нығайта түсудің жолы ашуға берілмей бір-біріне құрмет көрсете отырып өзара түсінісуге тырысу.